Үйімізге бір апта қонақтар келеді, сол үшін заготовка дайындаймыз. Еттерді бөлек тағамдарға бөліп қоямыз. Енді палауға сәбізді турап, пакетке салып морозилке қоямыз. Бір аптаның ішінде қолданады болған соң бұзылып кетпейді. Енді борщқа қызылша мен сәбізді турап пакетке салып қоямыз. Уақытты кетірмей қуыра салу үшін. Енді көп мөлшерде фарш пен пиязды араластырып салма жасаймын. Бірінші пирогтың қамырын алып екі бөлікке бөліп, ортасынан саламыз дайындап қойған. Және де пирогты морозилкеге жібереміз. Самсаның қамырын шығарамыз. Самсаларды жасап тастаймыз. Бұл тағамдардың жақсы жері тоңазытқыштан шығарғаннан кейін ерітпей пісіре бересіз духовкада, яғни уақытты алмайды. Мен осылай қамырларды дайын етіп қатырып тастаймын. Керек кезде осылай алып, ары қарай заготовка жасаймыз. Дайындап қойған салмамды осылай салып шығамын да, бұрап орама жасай саламыз. Енді капустаны алып бөлеміз осылай. Салмасын жасап, голубцы жасаймыз. Ол да бір ай бойы сақтала береді. Тағы да балық қосылған пирог жасадым. Барлығына 2 сағат уақыт кетті.